Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы пропорционал бөлуге берілген есептер. 66-шы сабақ. Бірінші тапсырма. Менің әкем жүргізуші. Оған қандай күн райы жағдайында және жыл мезгілінде жолға шығатындығын білу өте маңызды. Өйткені ол жолға қанша жанармай жұмсалатын есептей білу қажет, деді Арман. Енді осы есепті шығаруды үйренейік. Сағатына бірдей мөлшерде жанармай жұмсай отырып, автокөлік 4 сағат ішінде 36 литр жанармай жұмсады. Дәл осындай мөлшерде жанармай жұмсайтын болса, 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай қажет? Енді шешуіне назар аударайық. Сонымен, яғни 4 сағатта ол 36 литр жанармай жұмсайды екен. 7 сағатта қанша литр жанармай жұмсайтынын табу керек. Ол үшін 1 сағатта қанша жұмсалғанын табуымыз керекпіз. 36-ны 4-ке бөлеміз, тем болады 9 литр сағатына. 7-ні 9-ға көбейтеміз, тем болады 63 литр. Жауабы 7 сағат жүру үшін автокөлікке 63 литр жанармай қажет. Есіңде сақта, пропорционал бөлуге арналған есептерді, немесе оларды бірлікке келтіру деп атайды. Шығару үшін 2 амалды орындау қажет. Олардың біріншісі бөлу, алдымен есептің шартында бірлік ретінде не алынғанын табу қажет. Содан соң табылған бірліктің көмегімен есептің шартында берілген сұрақтың жауабы анықталады. Екінші тапсырма. Трактор жүргізушісі кішігірім трактормен 4 сағат ішінде 5000 метр квадрат жерді жыртты. Дәл осындай еңбек өнімділігімен 38 сағаттық жұмыс күнінде қанша квадрат метр жерді жыртады? Енді бұнда не істейміз? Бірінші 5000-ді 4-ке бөлеміз, яғни 1 сағат ішінде қанша өнімділікпен жұмыс істейтінін табуымыз керекпіз. Яғни 5000-ді 4-ке бөлеміз, 1250 метр квадрат сағатына болады. Соны 8-ге көбейтеміз, тем болады 10.000 метр квадрат. Сонда жауабы 8 сағатта 10.000 метр квадрат жер жыртады. Келесі үшінші тапсырманың асы. Қар тазартқыш машине 2 сағат ішінде 7 тонна 2 центнер қар тазалады. Егер дәл сондай өнімділікпен жұмыс істейтін болса, 6 сағат, 5 сағат, 8 сағат ішінде қанша қарды тазалайды? Ол үшін бір істейміз сіздермен 7 тонна 2 центнер, яғни центнерге айналдырып алайық, 72 центнер болады. 72-ні 2-ке бөлеміз, 2 сағат жұмыс істеді. Ол сонда сағатына 36 центнер сағатына өнімдікпен жұмыс жасайды екен. Енді 6 сағатта және 5 сағатта қанша екенін табамыз. 36-ны көбейтеміз 6-ға, тем болады 216 центнер. 5 сағатта көбейтеміз 36-ны 5-ке 180 центнер. Және 8 сағат 36-ны 8-ге көбейтеміз 288 центнер. Сонда жауабы машина 6 сағатта 216 центнер, 5 сағатта 180 центнер, және 8 сағатта 288 центнер қар тазалайды. Тапсырмасына қарай, егер осының өнімділігін сағатына 3 центнерге арттыратын болса, онда қар тазартқыш машина осы уақыт ішінде қанша қарды тазалайды? Яғни жаңа бізде 1 сағатта 36 центнер болды. 13 центнерге арттырамыз, сонда 39 центнер. 39-ды 2 сағатқа көтеміз, 78, 39-ды 6 сағатқа көтеміз, 234, 39-ды 5 сағатқа көтеміз, 395 және 39-ды 8 сағатқа көтеміз, 312. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. 1500 бөлшек жасап шығару керек. Bir станок бұл жұмысты 15 сағатта, ал екіншісі 10 сағатта орындайды. 2 станок бір уақытта бірдей жұмыс істесе, барлық бөлшекті қанша уақытта жасап шығарады? Енді қарайық.
Біреу 15 сағатта 1515-ке бөлеміз, тем болады 100 бөлшек сағатына. Екіншісін табамыз, 1510-ға бөлеміз, тем болады 150 бөлшек. Енді бірлесіп 100-ді 150-ге қосамыз, 250 бөлшек, және 1500-ді 250-ге бөлеміз, тем болады 6 сағат. Сонда жауабы 2 станок барлығын 6 сағатта жасап шығарады. Төртінші тапсырманың әсі. Кітапханадағы 18 мың кітапты қайта түптеу керек. Бір шеберхана бұл жұмысты 3 күнде, ал екіншісі 6 күнде орындайды. Егер екі шеберхана бір уақытта бірдей жұмыс істейтін болса, онда барлық кітапты қанша күнде түптеп бітеді. Бұнда да дәл жаңағы А тапсырмасына ұқсас жеке-жеке табамыз да бірлескен жұмысты бөлеміз, яғни бірлесіп істейтін. 18 мыңды 3-ке бөлеміз 6 мың, яғни кітап күніне. 18 мыңды 6-ға бөлеміз 3 мың кітап, 12 бір-біріне қосамыз 6 мыңды 3 мыңға, 9 мың, 18 мың 9 мыңға бөлеміз, сонда 2 күн екен. Себебі олар біреуі күніне 6 мың, біреуі 3 мың, 9 мың күніне орындайды, 2 күнде бітіреді екен. Жауабы 2 шеберхана 2 күнде түптеп бітеді. Бесінші тапсырма, кесте бойынша өрнек құр және жас, олардың мәнін тап. Біріншісіне қарайық, 1024 көбейтілген 24 қосылған 901 бөлінген 53. Көбейтіп аламыз, бөліп аламыз, қосамыз. Тем болады 24593. Екіншісіне қарайық, 542 көбейтілген 24, 5200 бөлінген 18, яғни қосамыз. Тем болады 13297. Қалғандарында дәл солай есептейсіздер. Яғни қосылғыштарды қосасыздар, ал азайтқыштарда азайту амалын қоясыздар. Алтыншы тапсырма. Сурет бойынша есеп құрастыр және шығар. Егер сенде $5 бар болса, онда саған қанша ақша қайтарып береді? Олар қандай монеталар болуы мүмкін? Яғни біріншісіне қарайық, $1.20. Бұл 3 қарындаш, я? Сонда ол 120 цент екен. Болды бізде $5. Сатып алынды 5 қарындаш. Қалады неше теңге? Енді қарайық. 120 центнерді бөлеміз 3-ке. 40 цент. Сонда бір қарындаштың бағасы бізде 40 цент. 40 центті 5-ке көбейтеміз, тем болады 200 цент. Сонда бізде 5 қарындашымыз $2 тұрады. $5-дан $2 азайтамыз, тем болады $3. Мынадай монеттер болуы мүмкін. Яғни $1-дан 3-і беру мүмкін, 50 центнерден 6-ы беру мүмкін, немесе 20 центтен 15 беру мүмкін. Яғни әртүрлі тәсілмен беру мүмкін бұл монеталарды. 7-ші тапсырма. Бос орынға берілген сандар 5-ке де 10-ға да бөлінетіндей цифрлар қой, тексер. Яғни бұнда біз сіздермен сан қоямыз бос орынға. 76180, себебі ол бізде бөлінеді 5-ке де 10-ға да. 2.801.760 болды 10-ға бөлінеді. Және соңғысын қарайтын болсақ, 9.810.350, себебі 0-ге аяқталатын сандар, олар бізде 5-ке де 10-ға да бөлінетін сандар. 8-ші тапсырма. Мұндай есептерді шығарған кезде мұқият бол. Оларды әдеттегі тәсілмен шығаруға бола ма? Енді қарайық. Таң қурайдан тосап қайнату үшін 5 килограмм жидекке 4 килограмм қант қосады. 10 килограмм жидектен әзірленетін тосапқа қанша килограмм қант қосады? Енді көрейік кәнекей. Сонымен 5 килограмм жидекке 4 килограмм қант қажет. Ал 10 килограммға біз бұл жерде енді қалай табамыз? 10-ды 5-ке бөлеміз, тем болады 2. 2-ні 4-ке көтеріп, 4 килограмм қант кетті ғой. Мұнда 2 есе. 8 килограмм, сонда жауабы 8 килограмм қант қажет. 9-ші тапсырма, үй жұмысы. А тапсырмасы. Арман ауланы қардан тазартуға көмектесті. 20 минут ішінде ол 1 соттық аумақты тазалады. 10 минут ішінде ол қанша квадрат метр жерді тазалады. Енді ол үшін біз не істейміз? 20 минутта 1 соттық дегеніміз ол 100 метр квадрат.
Сонда 100-ді 20-ға бөлеміз, 5 метр квадрат. Сонда 1 минутта ол 5 метр квадрат жерді тазалайды екен. 5-ті 10-ға көбейтеміз, 50 метр квадрат. Сонда жауабы 50 метр квадрат жерді тазалайды 10 минутта. Тапсырмасы: Әлия 50 килограмм қара құмықты теңдей бөліп 10 қалтаға салды. Егер әрбір қалтаға тағы да 5 килограмм артық салатын болса, 150 килограмм қара құмықты теңдей бөліп салу үшін қанша қалта қажет болады? Енді қарайық. Сонымен 50-ді ол 10 қалтаға салды 5 килограммнан. Сонда бір қалтада 5 килограмм. Енді айтады, егер әрбір қалтаға тағы да 5 килограмм артық салатын болсаң, яғни 5-ке 5-ке қосамыз 10 килограмм сонда әрбір қалтаға салды. 150 килограмм қара құмықты теңдей бөліп салу үшін қанша қалта қажет? 150-ді бөлеміз 10-ға, тең болады 15 қалта. Жауабы: 150 килограмм қара құмықты теңдей бөлу үшін 15 қалта қажет. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.